Балалар, ойын біздің өткен әріптерімізден тұрады. Пазл ойыны деп аталады. Өткен әріптерді не істейміз? Баспа түрімен жазба түрін құрауды үйренеміз. Мысалға, сендердің алдарында қазір пазлдар бар. Мынау баспа түрімен жазба түрін не істейміз? Қосамыз. Біз дайынбыз деп білдіресіңдер. Бұл әріптер біз өтіп қойдық па? Тамаша. Кет қандай? Т. Ханзала қандай? Д. Молодец. Керемет. Бұл әріптермен біз таныспыз ба? Тамаша. Шапалақтап қоямыз. Ал отырамыз. Бұл әріптермен таныссыздар ма? Ал кеттік іске сәт. Қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Себебі ол қалай айтылады? Қысқа айтылады. Оны қандай түспен белгілейміз? Көп түспен белгілейміз. Тамаша. Керемет. Қай әріп таптық? Осы белгілеш, ол қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Ол қалай айтылады? Қысқа айтылады. Оны қандай түспен белгілейміз? Көп түспен белгілейміз. Әріп қандай әріп? З әріпі. З әріпі қандай дыбысқа жатады? Дауыссыз дыбысқа жатады. Себебі ол қалай айтылады? Қысқа айтылады. Оны қандай түспен белгілейміз? Көп түспен белгілейміз. З әріпінен келетін қандай сөз деп білеміз? Зебра. Тамаша.